Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге осындай сыртқы түрі де, жасалу жолы да өте өзгеше тортты көрсеткім келіп тұр. Егер де сіздерге қызық болса, видеоны соңына дейін қараңыздар. Бисквитті дайындау үшін бізге жұмыртқа, сүт, сұйық май, қант, ұн, қопсытқыш және де тұз қажет. Құрғақ ыдысымызға алдымен жұмыртқаны саламыз. Ары қарай оны миксерлейміз. Қантты бөліп, ақырындап қосып отырамыз. Тұздан кішкене ғана шым-шым салып жіберу керек. Миксерлеген кезде тек қана бір бағытта миксерленіз. Сүтті құйып араластырамыз. Сұйық майды құйып, тағы да ары қарай бір келкі, бір бағытта араластырамыз. Осы жерде ұнға қопсытқышты салып араластыру керек. Ұнды ақырындап, міндетті түрде електен өткізу арқылы саламыз. Ұнды салғаннан кейін төменнен жоғарыға қарай осылай ақырындап, асықпай араластырып алыңыз. Бұл жерде тез-тез араластырып, бисквитіміздің қамырын басып алмауымыз қажет. Формамызға осындай пергамент қағазын төсеп, дайындап аламыз. Менің пешке салатын табамның көлемі 30-30. Пешіңіздің пісіру температурасына байланысты 180 градуста 15-20 минутта қызарғанша пісіріп аламыз. Ал енді кремді дайындауға көшеміз. Өзіңіз кез келген ұнататын креміңізді дайындасаңыз болады. Мен ірімшік қосылған кремді дайындаймын. Мұздатқыштан алған салқын кілегейді көпіртеміз. Үстіне қант ұнтағын қосып, ары қарай араластырып көпіртуіміз керек. Ірімшікті қосып, ары қарай араластырамыз. Қатты көп араластырмаңыз. Кілегей қоюланып қалмауы қажет. Бисквитіміз дайын болды.
Видеода көрсетілгендей бөліп шығамыз. Бисквитіміз осылай пышный әдемі болып шыққандықтан ортасынан көлденеңнен тағы да бір бөліп аламыз. Қалауыңыз бойынша крем жағардың алдында бисквитке пропитка жасап жақсаңыз болады. Тортты жинап шыққан соң, осылай бір-біріне қосылған жерлеріне крем жағып шығамыз. Осымен өзгеше тортымыз дайын. Комментарийде өздеріңіздің бағаларыңызды беріп кетіңіздер. Сіз де осындай шайға ерекше десертті дайындап көріңіз. Видео ұнаған болса, арнама тіркеліп кетіңіз. Сіздермен болған Меруерт.